Өмір өзі есіктер мен құлыптардан тұрады. Мысалға, отбасылық бақыт дейсең, ол бір есік. Оның өзінің бір құлпы бар. Бірақ соның кілтін біз кілтсіз келеміз де көбінде ана есікке. Әлде кілтін таппай қаламыз ба? Немесе таппай қаламыз. Немесе кәсіп таңдау, дос таңдау. Оның әрқайсысы бір есік. Сол есіктердің құлпы бар, кілті бар. Сол кілтті пайғамбардың қолынан алуымыз керек. Әулиелердің қолынан алуымыз керек. Бабалардың, даналардың, атаның, әженің, тіптен әке мен шешенің қолынан алуымыз керек. Қараңызшы, біз кейде бір мамандық таңдағанда, киім таңдағанда, спорттың түрін таңдағанда әке шешелеріміз араласып жатады да, ал жар таңдағанда бір қызбен танысып, ұлмен танысатын кезде әке шешелеріміз араласпайды. Көбінде болар жерге дейін болып, енді үйлену ғана қалған кезде екі бала бір-бірін тауыпты, тойды не істейміз, құдалық не істейміз деген әңгіме басталып жатады. Ал енді ілгергі мыңжылдық тұлғаларды туғызған кешегі Әл-Фараби, Мұхаммед Қайдар Дулати сияқты ұлы дана бабаларымыздың кезінде қалай болып еді? Бесіктен атасы. Ұлың жақсы болса, ұлың жақсы болсын десең, ұлы жақсымен көрші бол, қызым жақсы болсын десең, қызы жақсымен көрші бол деп, тіпті ұлың жақсы тәрбиеленіп, қызың жақсы тәрбиеленіп, ертең өмірден орын табу үшін көрші таңдауға дейін мән беретін болғанда. Себебі инвестицияны баланың өзіне құймаған, оның төңірегіндегі әсер етуші факторларға құйғанда. Ал енді, біз қазір мысалға баламыз кіммен араласып жүр, қай ортада жүр емес, біз тек қана ол білім алатын бір жерге барса, ол тәрбиені алып кететін сияқты көреміз. Немесе ол өмірдегі жамандықтардан сақтанатын рухани иммунитеті де қатар дамитын сияқты көреміз. Жоқ, олай емес. Ол жерден білім ғана алады. Тәрбие алуы, оның қауіпсіздікте болуы, оның жақсы жолдас табуы, жақсы жар табуына біз әрдайым тілектес болуымыз керек. Өзі араласу дегенде біз былай түсінеміз де, мәжбүрлеу деп түсінеміз. Мәжбүрлеу емес. Рекомендательный, адамға бір ұсыныс ретінде, нұсқаулық ретінде немесе бір жалпы насихат ретінде айтып отыру.